Сәлем, бүгінгі видеода мен қалай GTA San Andreas'ты Android'қа тарту керектігін көрсететін боламын. Ал ендеше видеоға кеттік. Мен Telegram каналым бар, сода GTA San Andreas бар, ізілші описанияда ссылкасы. Скачать деген болады, соны татасыздар. И кіреміз. 1,5 гигабайт. Нормаль деген ойдамын. Кіреміз, бір реклама жасағат, күте тұрамыз, ешекен баспаймыз. Өз кетет. Күте тұрамыз, кетет деген. 5-6 секунд достар. Вот. И оффлайн деген тұрады, соны оффлайн дегенді басамыз. И ойынға кіреміз. Достар, короче, кіреміз. Бұл жерде базарный вид, начать игру болады. Короче, берді настройка бәрі бар мені. Қазір көтем назад. Настройкада управление, игра, звук, дисплей және тағы да басқа заттар. Бірақ мен қазір начать игру өткен бағана сәл ойнадым. Короче, осылай кіреміз. Мына сразу задание. Короче, ойын басталады, короче. Аэропорттан басталады, на Карл. Бір нәрсе заттан қылатады. И бірақ мен бұны өткізіп жүремін, бәрін өткізіп жүрсем. И заданиеға BMX-ке отырамыз. BMX-ті ID аламыз, ID аламыз. Кнопка, андай кнопкалар басамыз. Так, достар, графикасы бәрі жақсы. Бұрылсақ, осында шығады. Короче, бұрылсақта бәрі жақсы. Советую тартуға. 1,5 гигабайт, бірақ 1,5 гигабайт. Нормаль деген ойдам. Бәрі жақсы. Міне задание бұл. Задание оффлайн ойнағандарыңыз келсе, задание орындайсыздар да. Задание орындағанда қызықтай ойдам. Жақын маңда сериал шығады, Minecraft сериал. Атын айтпаймын, трейлерін шығарам. И осы GTA San Andreas'тен де осындай сериалдар түсірсін десеңіздер, комментарийға жазып өтіңіздер. Ал сіздермен болған мен Казмастер. Барлықтарыңызға пока-пока.